Сәлем достар. Бүгін біз деген мен бүгін Санжарға няня боламын. Бүгін маған көмекке наня болып Медина келді. Бүгін мамасы кеше кухняның паласын жудым. Бүгін кіреберістің паласын жудым. Енді осы жердің полын жуып алуым керек. Сол үшін Медина маған көмекке келді. Наня болуға, Санжарға қарауға. Жаңа біз түскі ас іштік, ол жерді жинаған жоқпыз. Кешкі асқа бірдеңе істеймін деп шығарып қойдым. Енді Медина Санжарға қарайды. Медина Санжар не істеп жатыр, соны көріп келейік кеттік. Санжар деген зат екен ғой. Достар, Санжар бөлмеде сотка көріп жатыр. Ана жерде менің кітабым, мен оқып жүрген кітап. Енді Медина Санжарға қарай тұр. Мен ана жақтың полын жуып келейін, жарай ма? Жарты сағат. Ол жарты сағат па? Мақұл. Қазір тамақ жылытып берем, Санжарға тамақ бересің, жарай ма? И осындай бардак болып жатыр, себебі бізде ремонт. Бізде ремонт осындай. Залды ремонттап жатқанбыз. Үйді жинап тастаймын мен. Иә, үйді жинайды. Мен осы жердің полдарын жуып алам. Оған дейін Санжарға тамақ жылытып қоям. Сосын бізде Медикош тамақ береді Санжарға. Достар, алдыңғы жылы мамама тамақ істеп көмектесіп сөйтем. Мен деген мамам жасайды, сосын мен көмектесем да. Достар, мен крем жуып болдым. Енді алдағы жұмыс менде осы кухняны полный жуып алу керек болып тұр. Мен тап-таза жуып алуым керек болып тұр. Осыны кремін тазалап жуып қойдым. Ана жер жаңа мен кешкі асқа бір самса ма или бір нәрсе істегім келіп тұр. Себебі біз үйде мен, Медина, Санжар үшеуміз ғана. Себебі қалғандар Алматыға кетіп қалған. Мама қара. Медикош осындай шкафатқа отыра алады. Міне достар. Алдағы уақытта достар, ойларыңызды айтып кетіңіздер. Біздің Медина қазір 4-те, ноябрьде 5-ке толады. Сол себепті мектепке берген жақсы ма, жаман ба білмеймін. Бірақ өзім мектепке барам дейді. Садикке бармайым дейді. Өзім негізі кішкентай деп тұрмын. Сабаққа бергім келіп тұрған жоқ. Садикке бармайды, сол себепті не істерімді білмей тұрмын. Мама, болса. Мен жазып Садикке барасың ба, точно? Достар, осы уәдесін жазып алыңыздар. Біздің видеомыз ұнап жатса, лайк бас, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Міне, Медикош өстіп ұтышып жатыр. Достар, комментарий жазыңыздар. Кім анасына көмектеседі екен? Көрдіңіздер ме достар? Комментарий жазып кетіңіздер. Кім мамасына көмектеседі? Санжар келді. Санжардың нанясы тамақ берейін деп жатыр. Мен тамақ дайындап қойдым Санжарға. Медикош тамақ беріп жатыр. Біздің Медикош солақай. Сол себепті соғымен береді. Айтпақшы достар, кеше Санжар тоқтай ұзындан жебасын. Кеше Санжар маңдайын самокатқа жарды қарасаңыздар. Су ішіп болғаннан кейін сумен ойнайтын жалғыз біздің үйдің осы баласы ма? Сіздердің де балдарыңыз сондай ма? Сен сөйтіп не бересің сумен?
ұштап бер қызым. Шай жей бер, я асықпай, я аузын жей басын. Мен мына жақтағын жуып тастайын. Кешкі асқа бір нәрсе істеп қойдық. Қазір көрсетейін. Болды. Аста. Окей. Міне, Медикош Санжарға тамақ берді. Қалғанын өзі суына қосып жеп жатыр. Макси чай алғам, сол макси чайды ішіп алып жатыр. Бұзық бала Медикошқа бағынғысы келмейді. Уже дәу болып қаптық. Қазір Медикош ойнатады. Мен осы жердің барлығын полын жуып алам. Ыдыстарды жуып болдық. Енді екі бөлменің полын жуып алам. Алдағы уақытта қазан тазалайтын болам, достар. Беш, алшы. Медикош Санжардың киімдерін ауыстырам дейді. Санжар келе ма? Санжар! Міне, Санжар! Санжар! Түксіздік бәрдір. Санжардың киімін ауыстыратын боламыз. Мен енді көмектесем Медикошқа сәл. Мына кісі бағынбағандықтан. Әбен кигіздім. Өзі мамаға бер деп айтты. Міне, мынау жігіт бағынғысы жоқ Медикошқа. Өзім ауыстырып бердім, мамаға бер дейді. Мына қыз терлеп кетті, ауыстырам деп жылап мынау. Остарын науа басып қойды. Бұтын әрен ауыстырып еді. Сосын шеп қойды. Бұтым ауыстырайын десем, сөйтіп суа ауады. Сосын маманы шақырдым. Яқта мен. Сумиста. Айтарым саған яқта тірлік болатыр. Адамдарды келіп шақырып. Яқта мама. Сосын деген. Оны дәл қазір түріп жатырмын. Достар, қараңғыстар. Достар, осы терлеп жатырмын. Мамам бұтын ауыстырып қой. Достар, қазір самадан кейін ауыстырам. Қазір маманы күтейін. Бұт отырып алады. Үстісіңе мен кигіземін. Кешкі асқа өтместелім. Сүрді ұмып баратым ол. Міне, Медикош. Қолсыз жейм дейді ол, Медикош. Санжар тек ішіндегін жейм дейді, міне. Осы үшеуміз ғана. Достар, олай істемеңіздер. Ана, кетіп тәлекеген жемеңіздер. Ал қиын ма, жиямыз. Мен қыздың көңіліне қарап жүріп. Міне, Наня. Санжар деген жігітке мына қыз Наня болып жатыр. Міне. Далаға шығайын деп жатырмыз. Үйде ішіміз пісті уже. Бағынғысы келмейді, ата деп. Осындай кукласы бар өзінің. Нанясы мен баласын алып далаға шықтым. Көрші үйдің екі қызын садиктен алып келейін деп жатырмық. Жігіт жылап келатыр. Мен сотка бермей қойсам, соған жылап келатыр. Достар, балаларыңызды соткасыз қалай өсіріп жатсыздар, айтыңыздар. Комментарийде күтем. Түрлі лайфхак бар ма, не бар? Мынандай 1,5 жаса, почти 1 жас шетай бала. Ойнамайды демеймін, ойнайды, бірақ ұзақ ойнамайды. Ұзақ ойнамайды, сәл ғана ойнайды. Кейде ұзақ ойнайды. Жүр, кеттік бұлай қарай. Садикке барам, жүр. Жүр, неқа. Медикоштың артынан бар, жүр. Жүр. Кеттік ұста. Кәте деп артынан жүріп баратыр. Қазір екі подружкасы келеді. Нанялықты ұмытатын шығармыз. Маған қарағысы келмей қалады. Бұл да құп-құрттай болып бағынғысы келмейді. Анаған. Әйтеуір білмеймін. Құдай самасын енді.
Мына бір жігіттің мінезі құдай самасын деп тұр. Yani olsun. Мынау нәниясы ғой соның. Қарап жүр мына. Қыз өсті, қол ұзарды деген сол екен ғой. Міне тәтесі көтеріп тұр. Міне Наня ханымның екі подружкасы шықты. Садиктен алып шықтық екен. Осылармен ойнап енді Нанялық ұмтады жар. Біздің Нанямыздың бүгінгі күні бітті. Подружкалармен бассейнге суға түсіп кетті. Ал мына жігіт тұр сол күйі жыныстап, мені кім алып кетеді екен деп.